Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, бұл Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Біз қазір Алматы қаласындағы Алатау аудандық сотындамыз. Біздің арнамыздан Қабылжанов Дархан есімді азамат көмек сұрайды. Өзінің айтуынша, оған бірнеше азамат арзан түрде автокөлік жеткізіп берем деп уәде берген, бірақ алайда уәдесінде тұрмаған. Қазіргі уақытта Алатау ауданында алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қазір сот процесіне қатысуға тырысамыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Алматы қаласы Алатау аудандық сотына келдік. Бұл жерде біздің қылмыстық ісіміз қаралып жатқан болатын. Бұған дейін де біз келгенбіз. Бірнеше рет сот отырысы кейінге қалдырылып отырды. Енді бүгінгі уақытта сот өзінің жарты сөзіне көшіп, бүгін сот өзінің кеңесі бөлмесіне шешім қабылдауға кетті. Бұл жерде біз айтқымыз келгені, сот барысында прокурор алдын ала ешқандай да жәбірленушінің пікірін білместен дайындалып келген өзінің жарты сөзіне көшті. Мен сот барысында судьяға ескерту жасадым. Прокурор не жарты сөзге көшпес бұрын бірінші жәбірленушінің міненесін анықтау керек қой. Оның баспасынан айыруды сұрай ма жәбірленуші, мүмкін оны кешіре ма, мүмкін жаңағы шектеу жазасын қолдануды сұрай ма. Оның бірінші прокурор бірінші жұмысы жәбірленушінің пікірін білу керек. Жарты сөзге көшпес бұрын. Бірақ өкінішке орай бізде прокурор алдын ала дайындалып келген жарты сөзіне көшіп кетті де, ол жәбірленушінің міненесі оған маңызды болмай қалды. Яғни жәбірленушінің пікірі ол үшін қандай да бір құжатты өзгертуге әсері болмайтындай сезілді. Сондықтан мен мына Алатау ауданы прокурорының назарын аударып беріп отыр. Мына сіздің көмекшіңіз келіп, мына сот барысында соттан алаяқтық фактісімен ауыр қылмыс жасаған азамат өзі жарайды материал шығын қайтарған, өзінде де жәбірленуші оны кешірмеймін, маған тұрақсыз айыппұл төлесін, моральды шығын төлесін, материал шығындарым, қалған шығындарын төлесін деп талап етіп тұрғанын біле тұра, оған бас бостандығынан айырмайтын шектеу жазасын сұрап отыр. Сондықтан прокурордың бұл уәжін сот ескере ме, ескермей ме, сот өзінің әділ шешімін шығара ма, шығармай, оның барлығын алдағы уақытта көретін боламыз. Біз міндетті түрде соттың қандай шешім қабылданғанын міндетті жариялайтын боламыз. Сонымен қымбатты көрермен, өкінішке қарай судья сот отырысына қатысуға рұқсат берген жоқ. Алдағы уақытта бұл істі өзіміздің қадағалауымызда ұстаймыз. Рахат Қосай, Жақсылық Тұрғанбаев, Заң Лайф арнасы.